Сәлем қыздар, бүгінгі мастер-классымызда шапка тоқып үйренеміз. Жаңадан үйреніп жүрген қыздарға да бұл өте оңай болады деп ойлаймын. Ал бастамас бұрын лайк қойып, подписка жасап кетейік. Тоқымамызға қажетті заттарымдай газал бэби вул дегеннен 2 жіп қажет болады. Номерін осы жерден көріп алсаңыздар болады. Және де мынандай шапка тоқитын қысқартылған специя болса өте ыңғайлы болады шапка тоқуға. Және маркерлерден бір 4 штук қажет болады. Специяға 105 жіп теріп аламыз. Теріп алдық, енді мына жіптердің бәрін түзулеп аламыз да. Ыңғайлап айланып кетпес үшін специямыздағы соңғы жібін мына жаққа аударып алып, видеода көрсеткендей тура осылай аттаймыз. Сонда келесі қатарға ауысып отырған жері байқалмай әдемі болып түседі. Енді осы тоқымамызды айландырып, бір оң, бір теріс қылып, бір 24 сантиметрдей ұзындыққа тоқимыз. Қажетті 24 сантиметр ұзындығын тоқып алдық. Енді қазір қысқартулар жасап бастаймыз. Төрт төбесінен 105 жібімізді 4-ке бөліп маркер іліп алдық. Енді осыдан қысқартулар жасаймыз. Маркердің барлығын оң жіпке ілуге тырысамыз, өйткені қысқартуларымыз біркелкі болып шығатындай. Мінекей видеода көрсеткендей, мына оң жібіміздің алдынан маркерді шешіп қоямыз. Міне тура видеода көрсеткендей тура осылай қысқартамыз. Міне сонда 3 жіпті біріктіріп қысқартқандай болады. Міне оң жіптің артында 2 теріс жібіміз қалатын болады. Міне маркерімізді қайтадан іліп қоямыз. Келесі қысқартуға дейін тоқимыз. Осы қатардың барлығына осы маркер қойған жерлерімізді видеода көрсеткендей 4 қысқартуымызды жасаймыз. Ал келесі қатарда жай тоқып шығамыз. Бұл қатарда оңды оң, терісті теріс қылып тоқып шығамыз. Қысқартулар жасамаймыз. Солай кезек-кезекпен бір қатарда қысқартулар жасаймыз, бір қатарда қысқартпай жай тоқып шығамыз. Ал келесі қатарда енді мына жерде 3 оңды қалай қысқарту керек екенін көрсететін боламын. Мен басқа маркерлардың бәрін алып тастадым, өйткені олсызда белгілі болып тұр қай жерде қысқартулар жасау керек екен. Тек мына қатардың жаңа қатарға ауысып отырғанымызды белгілеп қойдым. Міне тура видеода көрсеткендей 3 оңды қазір біріктіріп қысқартамыз.
Осылай бұл қатарда 4 қысқарту жасауымыз керек. Ал келесі қатарда жай тоқып шығамыз. Қысқартуларымызды жалғастыра береміз. Bir қатар қысқартамыз, бір қатар тоқимыз. Солай специямызда бір 30 жіптей қалғанша қысқартамыз. Носки тоқитын специяға бәрін аударып алдым, өйткені ыңғайсыз болып кетті ана специямен қысқартуға. Міне төбесі осылай қысқарып келе жатыр. Енді келесі кезекте мына тоқымамыздың барлығын біркелкі қылып қысқартамыз. Енді мына видеода көрсеткендей жібімізді былай аударып аламыз да барлығын теріс қылып қысқартамыз. Міне екі жіпті біріктіріп теріс қылып қысқартамыз. Солай барлығын қысқартуымыз керек. Қысқартуларымыз жасап болдық. Енді бір кішкене ұзындау жіп қалдырамыз да енеге сабақтап, бұлай видеода көрсеткендей өткізіп аламыз жіптің барлығын. Жіптің бәрін өткізіп алдық. Енді бұлай қатты тартып қоямыз, өйткені шығып кетпес үшін. Енді мына жібімізді қазір жерінен тігіп қоямыз, өйткені бұлай тартылып ашылып кетпес үшін төбесі. Қаттырақ қысып, видеодағы көрсеткендей осылай тартып қоямыз. Қазір мына жіпті қалай тығу керек екенін көрсетемін. Жіптің сабағын кесіп тастамаймыз, өйткені ол сөгіліп кетуі мүмкін төбесі. Видеодағы көрсеткендей осылай арасынан өткізіп жібереміз. Жуылған міне жібімізді өткізіп алдық. Енді мына сөгіліп кетпейміз деген ойдамыз. Мына жіпті кесіп тастаймыз. Осылай артық жіптердің барлығын, жіптің ұзындығын өйстіп кіргізіп жібереміз. Бұл теріс жағы болды. Мына маркерлерін
қазір шешіп тастаймыз да оң жағына аударамыз. Оң жағынан шапкамыздың түрі былай болып көрінеді, төбесі біркелкі болып оң болып жабылды. Артық жіптерін бәрін тығып, шапкамыз дайын болды. Мастер-класс ұнаса лайк қойып подписка жасаңыздар. Келесі мастер-класстарда кездескенше.